Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгінгі видеода аскөктерді балғын күйінде қыс бойы пайдалану үшін сақтап қоямыз. Бұл сақтаудың ең тиімді әрі ең оңай жолы болып табылады. Әрі пайдалы, әрі жылдам. Кез келген уақытта тоңазытқыштан алып тамаққа қосып сәнін келтіре бересіздер. Бізге керегі қаламұшы аскөк түрлері. Мен укроп пен гинзадан жасадым. Аскөктерді жуып кептіріп, осылай видеодағыдай соқтап турап аламыз. Үстінен бір ас қасық толтырмай тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Таза ыдысқа салып, бетін жауып, тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып сақтаймыз. Міне қыздар, өте қарапайым әрі жылдам қысқа сақтау әдісін көрсеттім. Қыздар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі видеолар бұдан да пайдалы болады.